Assalamualaikum kеш жарық ағайындар, құрметті қазағым, қалайсыздар? Мен кейбір жерлерде енді шындықты айтып неғылып отқанымен, енді бірақ сонда да бәрібір оны айттың не айтпадың не, оны просто қалай айтсам болады, оны бәрібір просто өзің жек сырмақ қаласың екі ортада. Соның бәрін түсіндім, оның бәрін түсінемін әрі. Сол үшін кім не істесе де білген мақтан істесін дейді ғой. Ең бастысы өзіміздің арымыз таза, Құдайға шүкір. Сол жағынан неғып отқаным сіздерге түсіндіріп өтейін дегенім. Бұдан кейін енді ағайындар, баршаңыздың өздеріңіздің қолдауларыңызбен осы жақын арада тікелей эфир ашамын, Құдай қаласа. Машина базар, смотря кім қай жаққа сұраныс қылады көбірек, сол жаққа барып тікелей эфир түсіріп, ненің бағалары қанша, қайсы қанша тұрады, қай жерде не тұрады, соның бәрін көбірек кім комментарий қай жаққа жазса сол жақта түсіріп неғылып жүремін, Құдай қаласа. Енді бұдан былай тікелей эфир ашып, енді осы Шымкент облысының арасында да енді соны түсіріп көрсетіп неғылып жүруге тырысамын мен сіздерге барынша. Сол үшін сіздерден бір өтінерім, біріншіден халық дейді ғой. Бірінші енді Алла, екінші халық қой. Халықтың арқасында әйтеуір жан-жақты көрсетіп, білмеген бағаларын білгілері келіп отқан, баруға қолдары тимей отқан аға інілеріміз бар, әпкелеріміз бар, әжелеріміз, аталарымыз, көкелеріміз бар дегендей жұмыстарынан қолы тимей жатыр. Мысалы бірдеңке алғысы келіп жатады, солардың бағасы қанша екенін білгісі келіп жатады, соның бәрін полный біліп, полный тікелей эфирде көрсетіп жүретін боламын сіздерге. Алла бұйыртса, бұның бәрі енді сіздердің қолдауларыңыздың арқасында жүреді. Енді, конечно, сіздер қолдап неғылмасаңыздар, оны түсіріп неғылғанмен ол бесполезно да. Өйткені халық қолдауымен ғой енді бізде жүріп түсіріп көрсету. Сол үшін поддержка беріп неғылып отырсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, сол кезде Алла бұйыртса осы айдың аяғынан бастап уже тікелей эфир түсіріп бастаймын, Алла бұйыртса. Алдын ала сіздерге рахмет. Кейбір сөздерім арасында қатты кетіп қалған сөздерім болған болса, кешірім өтінемін. Оны бүйтіп ойланып отырмын да, оны мысалға, оны айтуын айтамын ғой, бірақ бәрібір түсінетін адам аз да. Сол үшін оны жексұрын болып, біреудің несін айтпай-ақ, одан да сіздерге пайдалы нәрсені түсіріп жүрейін. Кім не көргісі келеді. Мысалы кредит рыноктың бағаларын білгілері келеді, біреулер автокөліктің бағаларын білгісі келеді, біреулер мал базардың бағаларын білгісі келеді. Мысалға біреулер автонұр жақта не қанша болып жатыр, басқа да және базарлар бар, басқа нәрселер бар. Кім сұраныс қылады қай жақтан, сол жақты барып түсіріп, сіздерге тікелей эфирімді көрсетіп, халыққа енді ең болмаса халыққа пайдамыз тигізіп жүрейік деп отқаным ғой. Біреуде жұмысымыз болмай, біреуге ісіміз болмай, ең бастысы халқымыз аман болсын, халқымыздың арқасында сондай нәрселер түсіріп, көрсетіп, халыққа пайдамыз жүрейік, тигізіп жүрейік ең болмаса. Рахмет сіздерге. Алдын ала жақында сол эфирді ашам, Алла бұйыртса, тікелей эфирді сіздердің қолдауларыңыздың арқасында. Алдын ала Алла разы болсын, бала шаға немерелер шөберелеріңіздің қызығын көріп, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Үйленбегендеріңіз үйленіп бақытты болып өтіңіздер, бала шағалы болып. Мен келесі қанша Құдай қаласа айдың аяғы да кеп қалды дегендей, жақында өзім просто мына жұмыстарын бітіріп, дайындалып, сөйтіп барып, ашып түсіріп шығам сіздердің қолдауларыңызбен. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын баршаңызға. Сау саламатта болыңыздар.